Баршаңызға сәлем. Үйде айран болса болғаны, ауызда еритін, оп-оңай дайындалатын, нәзік, күн мен түн деп аталатын торттың рецептімен бөлісетін боламын. Достар, көбісі YouTube каналыма тіркелмей рецепттерімді қарайды екен. Ең алдымен YouTube каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыз. Рецептті описание бөліміне қалдырамын, яғни осы торттың аты жазылған жерді бассаңыз, описание бөлімі ашылады. Сол жерде осы торттың рецепті толықтай жазылған. Ең алдымен шұңқырлау ыдысымызға айранымызды құйып, үстіне жарты шай қасық ас содасын салып, ас сода мен айран реакция бергенше венчиктің көмегімен бірнеше минут араластырамыз. Яғни осы уақытта біздің айранымыз көпіреді. Ендігі кезекте айранымызды үлкендеу табамызға салып, оның үстіне жұмыртқа, қант, сұйық майымызды құямыз. Жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызы жақсылап араласқанша, қантымыз ерігенше, осылай венчиктің көмегімен бірнеше минут сұйық масса шыққанша араластырамыз. Массамыз дайын болғаннан кейін үстіне електен өткізіп, ұнымызды қосамыз. Ұн міндетті түрде електен өткізілуі керек, себебі жаңағы біздің қуыршақтарымыздың биік болып шығуы үшін. Оның үстіне қопсытқыш, яғни разрыхлителді салып, тағы да венчикпен сұйық масса шыққанша араластырамыз. Достар, сіздерге арнайы көрсетіп жатырмын. Біздің массамыз осындай видеодағыдай сұйық болуы қажет. Оның үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, жақсылап тоқтамай венчикпен араластырамыз. Дайын болған массамызды теңдей етіп, 2 үлкен кесеге құйып шығамыз. Теңдей болуы міндетті. Достар, тортымыздың аты күн мен түн болғандықтан, бір кеседегі массамызды осылай жаңағы дайындалған ыдысымызға құйып, үстіне 2 немесе 3 ас қасық какаомызды қосып, венчикпен какаомыз массаға біріккенше тоқтамай жақсылап араластырамыз. Мінекей, какао қосылған массамыз дайын. Осы сәтте алдын ала печкамызды 200 градуста қыздырамыз. Достар, менде арнайы домалақ форма болмады. Сондықтан да торт жинайтын кальцоны пайдаландым. Кальцоның асты ашық болғандықтан сыртын фольгамен қаптап, іші білінбес үшін пергамент қағазын төсеп, жаңағы ақ қуыршақтарымызды бірінші пісіріп аламыз. Ақ қуыршымызды 200 градуста 20-25 минут көлемінде пісіреміз. Пісіп-піспегендігін ағаш таяқшаның көмегімен көреміз. Егер де ағаш таяқшамыз құрғақ болса, демек біздің қуыршымыз пісті деген сөз. Достар, егер де сіздерде арнайы домалақ форма болатын болса, сол формаға пергамент қағазын төсеп, қуыршақтарыңызды пісіре бересіздер. Пергамент қағазы міндетті, себебі сіздердің қуыршақтарыңыз піскен кезде түбі жабысып қалмасы үшін. 24 сантиметрлік формада пісіреміз. Піскеннен кейін кальцияумызбен 22 сантиметр өлшеп кесіп аламыз. Күн мен түн тортына кез келген кремді пайдалануға болады. Мен сгущенка мен сары май қосылған кремді пайдаландым. Бөлме температурасындағы сары май мен сгущенкамызды миксердің баяу қозғалысынан бастап, қатты қозғалысына дейін бірнеше минут көлемінде араластырамыз. Креміміз дайын. Енді тортты жинайтын сәтте келді. Ол үшін бізге кальций керек болады. Ең алдымен қара қуыршағымызды қойып, үстіне кремнің тең жартысын құйып, лопатканың көмегімен жақсылап жағып шығамыз. Үстіне ақ қуыршағымызды қойып, тағы да қалған кремімізді тегістеп жағамыз. Тортымызды жинап болдық. Ендігі сәтте ұқыптылықпен абайлап кальцияумызды торттан аламыз. Күн мен түн тортымыз дайын болуға жақын. Ортасы осындай әдемі нәзік болып шықты. Артылған қуыршақтарымызды қолымыздың көмегімен ұнтақтап аламыз. Сосын видеода көрсетілгендей пышақтың көмегімен жаңағы қуыршақтарымызды осылай қойып шығамыз. Бұл біздің күн мен түн тортының әдемілігі үшін. Достар, біздің күн мен түн тортымыз дайын. Бұл тортты бір жасағаннан сәтті шығады. Дәл мен ұсынған рецептпен сіздер жасап көріңіз. Дәмі ауыздан кетпейтін, нәзік, жұп-жұмсақ болып шығады. Шаймен ішкенге керемет тіске басарлардың
бірі небәрі айран болса болды, сіз де осындай әдемі торт жасап шығасыз. Бізге ас болсын, видео пайдалы болып ұнап жатса, лайк басып, YouTube каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Достар, менің YouTube каналымда көптеген фастфудтың, түрлі тағамдардың, түрлі тәттілер мен пирогтардың, одан бөлек пиндоодо курсының отидо сабақтары бар. Каналыма тіркелсеңіз, сізге көптеген ақпараттармен, көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Баршаңызға торт жасауға сәттілік, сау болыңыз.